Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бар жоғы 5-ақ минутта өте дәмді әрі тойымды өзімнің ең сүйікті салаттарымның бірі Малибу салатын дайындаймыз. Ендеше бісміллә деп бастайық. Бізге ең алдымен жүгері, майонез, қатқан нан, помидор, огурцы, краб таяқшалары және де колбаса қажет болады. Міне, біз ең алдымен осылай краб таяқшаларын жіңішке етіп турап аламыз да, және де кубиктап барлығын біркелкі етіп дайындап турап алатын боламыз. Турап дайындап алған краб таяқшаларын ыдысымыздың бір бұрышына дәл видеодағыдай орналастырып шығатын боламыз. Ендігі кезекте бізге қияр қажет болады. Қиярымызды да дәл осы ретпен алдымен осылай бөліктерге бөліп аламыз да, одан кейін кубиктап турап дайындап алатын боламыз. Барлығын осылай кубиктап турап алғаннан кейін огурцымызды да ыдысымыздың келесі бұрышына орналастырып шығатын боламыз. Келесі кезекте бізге колбаса қажет болады. Колбасамызды да қатты ұсақ та немесе қатты ірі де емес, орташа көлемде оны да кубиктап турап алатын боламыз. Егер колбаса ұнамаса, орнына ысталған тауық етін де қолдансаңыздар болады. Дәл осы салатқа мен колбаса ұнайтындықтан осындай ысталған колбаса түрін қолдандым. Міне, барлығын кубиктап турап алдық. Колбасамызды да ыдысымыздың келесі бір бұрышына осылай орналастырып аламыз. Одан кейін алдын ала дайындалған жүгерімізді салып, дәл осы жүгеріміздің қасына ендігі кезекте помидорымызды да кубиктап турап аламыз да, одан кейін ыдысымыздың бір бұрышына помидорымызды да салып шығатын боламыз. Достар, егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жақсы пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Әрбір пікір мен үшін өте маңызды. Соңғы кезекте бізге кептірілген осындай нан қажет болады. Оны да қойып орналастырып алғаннан кейін дәл ортасына алдын ала дайындалған орташа көлемдегі майонезімізді орналастырып аламыз. Дәл осы рецепт түрімен сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі сөзсіз керемет болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.